Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демографиялық саясат. Демографиялық саясат дегенді қалай түсінеміз? Демографиялық саясатты жүргізудің қажеттілігі бар ма? Мемлекет өз халқының өсуіне қалай әсер ете алады? Жалпы балалар, демографиялық саясат елдің демографиялық проблемаларын шешу мақсатында мемлекет тарапынан табиғи өсуді реттеуге бағытталып жүргізілетін шаралардың жиынтығы болып табылады. Берілген кестені толтырыңыз, себебін, қажеттілігін және маңыздылығын жазыңыз. Бұл жерде балалар демографиялық саясат, яғни халық санын кеміту, демографиялық саясатты жүргізбейтін елдер халық санын арттыру бойынша бөлінеді. Келесі кестеде демографиялық саясатты жүргізу үшін жүргізілетін шаралар кестесін толтырамыз. Яғни бұл жерде балалар экономикалық, әкімшілік, құқықтық, тәрбиелік насихаттау. Осы бойынша тууды қолдайтын және тууға тыйым салатын мемлекеттер туралы жазамыз. Тууды қолдайтын мемлекеттерде бала туғанда төленетін төлем, жәрдем, демалыс, несиелер мен тұрғын үй мәселесін шешудегі шаралар, салықтық жеңілдіктер жүргізіледі. Ал керісінше тууға тыйым салатын мемлекеттерде аз балалы отбасыларға, балабақшаларға, мектептерге орналастыруға жеңілдіктер жүргізіледі. Әкімшілік құқықтық тарапынан жұмыс істейтін аналардың жұмыс уақыты тиімділеу, неке қиюға жасын қарастыру, түсік жасауға тыйым салу, осындай қолданыстарды, яғни тууды қолдайтын мемлекеттер көздейді. Ал керісінше заңды түрде некеге қиюға жастарын қарастыру, контрацептивтерді міндетті түрде пайдалану. Мысалы, Үндістанда стерилизациядан 5 миллион адам өтеді екен жылына. Тәрбиелік насихаттау. Қоғамда демографиялық мінез құлықты қалыптастыру, отбасын жоспарлау, контрацептивтерді насихаттау. Елдердегі демографиялық саясат. Бірінші тип. Мұнда жас жұбайларға уақытылы несиелер беру, әрбір бала дүниеге келгенде жәрдемақы тағайындау, балаларға берілетін ай сайынғы жәрдемақы және төленетін демалыс. Мысалы, бұл мемлекеттерге Франция, Жапония, Ресей елдерін жатқызуға болады. Ал енді екінші типте отбасын құруға арналған ұлттық жоспар, некеге тұру, жасы жоғары, халықтарды стерилдеу жиі болып тұрады. Саяси девиз, яғни екеумізге екеу, бұл Үндістанда қолданылады және бір отбасына бір бала, бұл Қытайда қолданылады екен. Сонымен балалар, демографиялық саясаттың әртүрлі елдердегі модельдерін талдаңыз. Яғни бұл жерде тиімді жақтары және тиімсіз жақтарын жазасыздар, бөліп ажыратып жазасыздар. Ол үшін кітапты, оқулықты пайдалануға болады және қосымша интернет ақпараттарынан алып жазсаңыздар болады. Олай болса балалар, бүгінгі сабақтан не түйдіңіздер? Өзін-өзі бағалау критериялары бойынша баға бересіздер.